Пері еліндегі перизат 4 бөлім. Көп кешікпей қарсы алдынан көзіне сарай мұнаралары шалына бастады. Дарбазасы ашық жатыр. Абыр-сабыр халық, кім келіп кім кетіп жатқанда шаруалары жоқтай. Тойға дайындалып жатқан тәрізді. Бірақ әр қайсысына қарасаңыз, сол тойдың жүздерінде белгісі де жоқтай ма. Қабақтары пәс. Өтіп бара жатқан бір жүргіншіні ұстап алды. Бұл не жиын деп сұрайды. Патшамыздың әйелі ұл туған, сол тойға дайындық. Бірақ біз үшін бұл той емес, қорқыныш бауырым. Дүниеге келген ұлының құлағы есектің құлағындай ұзын болып туыптымыз. Тәуіп емшілердің айтуына қарағанда, той біткеннен соң 40 адамның құлағын кесуді бұйырады екен. Сонда ғана ханзаданың құлағы қалпына келеді деген сөз бар, деп әлгі адам еңкілдеп жылап жібереді. Бұл тегін дүние болмады ғой деген оймен жігіт қаланың ортасындағы қайнап жатқан базарға қарай бет алды. Орталық базарға жақын кеп шетіндегі бір асханадан тамақтанды. Көзі еріксіз босаға жақта 2 мүйізін арқанмен кере байлап қойған бір ешкіге түсіп кетті. Қожайын да осы асханада қамданып отыр екен. Соған қарағанда әлгі ешкіні сатуға қойған сияқты. Ешкі: менің қожайыным мені сатпақшы. Онан да өзінің құлағының жағдайын ойласашы байғұс. Бірінші кесілетінін қайдан білсін, дейді маңырап. Жігіт қожайынға жақындап қалтасындағы ақырғы динарын беріп әлгі ешкіні сатып алады. Ал ешкі: сенің жаңағы айтқаның не? Қожайынның құлағы кесілетінін сен қайдан білдің, деп сұрайды бұл. Оны білуім үшін бәлендей данышпан болып та керек емес. Сен не, мені кәдімгі ешкі деп тұрмысың? Мен ешкі емеспін. Бұл шаһарда көбіміз осындаймыз. Барлығымыз болмасақ та, ханның бас уәзіріне жақпай қалғандарымыздың көп осындай тағдырға тап болғанбыз. Біз адамбыз. Атаңа нәлет, сиқырдың күші бұл. Хан бұның барлығынан бейхабар. Патша үшін бас уәзірдің ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс. Патшаға тәуіптерді жіберіп осындай ой салып отырғанда сол. Адамдарды қорқытып үркітіп ұстағысы келеді. Патшаны тақтан тайдырып, осы патшалықты өзі билегісі келеді. Бірақ баланың есек құлағынан айырылатын бір амалы бар. Ол Батырханның сарайындағы айна. Қабырғада тұрған айнаның артқы жағында бір құты зәмзәм суы жасырулы. Ол зәмзәм суы пері патшалығынан қалған сиқырды қайыратын дәрумен. Сол суды ханзадаға ішкізе алсаң болды, сәби лақылдатып құсады. Құсығымен қоса гауһар көзді алқамен бір кезек қара тас жерге домалап түсу керек. Уәзірдің көздегені де сол алқа. Сол алқаны алу үшін әлгі тасты сиқырлап ханзадаға жұтқызған ғой. Сол тас арқылы алқа түседі деп ойлайды. Бірақ олай болмады. Зәмзәм суынан ол бейхабар. Сол себепті 40 адамның құлағын қара дуаны пайдаланып кестірсе, міндетті түрде алқа оның қолына түседі деп ойлайды. Бірақ ханзада өмір бойы оның дегенімен жүретін жансыз қара жүректі жауыз орындаушысына айналар еді. Жігіт барлығын біліп алған соң ешкіні жөніне жібереді де өзі патша сарайына тартып отырады. Дарбазаны ашқан сақшыларға өзін Шам шаһарынан келе жатқан емшіні деп таныстырады. Бұндай жаңалыққа дайын болмаған бас уәзір патшаға бұл емшіні қайдан келсе сол жаққа жібер, алаяқ болуы керек деп кіргізбеудің амалын жасайды. Бірақ ханның бас ақылшысы, жасы 300-лерге шамасы келіп қалған Саид ақсақал, тыңдап көргеніміз дұрыс деп патшаға жігітті қабылдатады. Сарайға енісімен жігіт ешкінің айтқан айна қатесі орындап шығады. Шындыққа көз жеткен патша уәзірді зынданға тастатқызып ұлан-асыр той жасайды. Аяғын көтеріп қойып, кең көсілердей аманатқа қалайда жолға шығуға керек болады. Ол жолда Темірханның елінде де болғандығын, ол патшаның осы жақты нұсқағандығын, ендігі мақсаты пері қызы Перизаттың елін табу екендігін айтып береді. Бұны естіген патша біраз ойланып отырады да: мен сені енді түсіндім. Онда тыңда мені. Саған жолда жолыққан темір сен іздеген жұмбақтың бір бөлігі ғана шығар. Мен сол жұмбақтың екіншісі боламын. Соңғысы сол Перизаттың өз елі. Бірақ ол жерге сені тірі кіргізсе олжа болар еді. Біз әкеден егіз ұл болдық. Әкем Мүтәліп жердің 4/3 билеген әлем әміршісі еді. Менің егізім Хабиб әрі ақылды, әрі көрікті ханзада болатын. Бірде аспан патшалығымен кере-қарсы келіспеушілік туып, екі жақ 6 айлық ұрысқа шықтық. Бауырым соғысқа аттанды да ел тізгіні менің қолымда қалды. Олар соғыстан оралғанда Хабибтің қасында әкем болмады. Бауырымнан әкем қайда екенін сұрап едім, үндеген жоқ. Бір күні үнсіз Хабибтің өзі де жоғалып кетті. Іздестіру салдым, қанша уақыт өткенін білмеймін. Бір уақытта сарайыма бір ақсақалды қария келді.
қария маған батыр босқа өре болмаңыз. Жер мен көктің арасындағы бұзылмауға тиіс шекара есігі ашылып кеткен. Әкеңіз де бауырыңыз да жазаланды. Сенің бауырың аспан перісі патшасының жалғыз қызы Перизатқа ғашық боп қалған. Бауырың Хабиб қазір дәу қара құсқа айналған. Перизат қара тас, ал әкеңіз қамауда. Бұның барлығының күрмеуін Аманат деген батыр ғана шешеді. Оларды құтқаратын да сол батыр. Ол үшін сиқырлы кітап, сиқырлы жүзік, сиқырлы алқа Заңғар тауының басында бір жерге түйісуі керек. Ол таудың маңайын пері әскері қоршап тұр. Адамзат баласының пері қызына ғашық болуы осымен аяқталды бауырым. Сені бізге жіберген болса, бауырымның да оралар күні алыс емес, Сейіт Батырхан үміттене. Ол тауға сені сол алып қара құсты қана жеткізе алады. Ол үшін толған айды күтуің керек. Ай толысымен ол қара құс менің сарайыма келеді. Таң ата күннің көзі ұясына шыққанса, сол жерге сені жеткізіп тастамаса, екеуіңе де қауіп төнуі мүмкін, дейді патша. Межелі күніне жетеді. Аманатты тау басына жеткізіп салған құс тау басындағы шыңның қақ ортасында атылып жатқан жанартау бар. Сол жанартауға жеткенше жолыңа бөгет болатын жын перілер болады. Олар өлсе де бұл әлемнің сиқырдың жойылғанын қаламайды. Алаңдамай алға қарай жүре бердің. Межелі жерге жетісімен еш ойланбастан кітапты, жүзік пен алқаны сол жанартауға лақтырып жіберерсің, дейді. Жалғасы бар.